Біздің қаланың өзі ауа райының ерекшелігі сол ғой, сол парктер 6 айда ғана белсенді пайдаланылады. Қалған 6 айда енді барып жүрміз ғой, 1-2 адам ғана жүреді кей жерлерде қар тазаланса. Сондықтан да ол парктер үлкен аумақта. Соның бір бұрыш намба спонсорларда, инвесторларда бір жеңіл архитектуралық формада, шынысы көбірек бір фитнес залдар сол жерде кіріп шығатын, коворкинг зоналар, тағы да немене. Енді көп қой, сол балалар ойнайтын жерлер кішкене тұратын болса, паркте жүреді, тоңды ма кіріп шығады, жаңбыр жауды ма кіріп шығады, сонымен бір байланысып тұрса, бұл нұр үстіне нұр болар еді, осыны айтқым келеді. Рахмет. Рахмет, Ерлан Баташұлы. Шында да сондай сұраныс бар парктерді. Жаңа үш мәселеңіздің паркінен бастайын. Былтыр Тельман жақтағы, Есілдің жағалауындағы парктың жағдайын көрдік қой. Шөп белден, жарықтандыру шамдарын бәрі сынған, отырғыштарын жартысы сынған, қараусыз қалған. Ол неге? Адам көп бармайды деген сөз. Сондықтан егер жағдай жасап қойсақ, адам барады. Соны біз қолға алдық. Әсіресе биыл сол енді біз кері байланысты тыңдап отырмыз ғой, тұрғындар соған ризашылық білдіріп жатыр шында. Ол жерге біз балалар ойнайтын алаң салдық. Сосын жас үлкен кісілердің демалатын орны, жастардың спортпен айналысатын нысандарды салдық.